Сәлем достар, сәлем. Бүгінгі эфирімді әдейілеп Мэреке компаниясына өз бизнесімді жасайын деп армандап келген ханымдарға арнадым. Бүгінгі эфирдің темасы 100 адамның тізімі. Мэреке компаниясының жұмысы осы 100 адамның тізімінен басталады. Тек Мэреке компаниясының жұмысы емес, табысты жеке бизнес қоям дегендердің барлығы менің тұтынушыларым кім болады деген сұрақтан, сол бағытта арманнан өз жеке бизнесін қояды. Сол сияқты біздің де 100 адам тізімі арқылы кім алатын армандаймыз. Мысалы, егер балаларға арналған өнім шығып жатса, өндіруші өзіне сұрақ қояды. Менің тұтынушыларым кім? Яғни аналар қауымы. Егер автокөлік шығарып жатқан өндіруші болса, менің тұтынушыларым кім? Яғни кәмелет жасқа толған әрбір адам менің тұтынушыларым болады деп база данных дайындайды. Тура сол сияқты біздің де база данных. Бұны біз фундаментпен салыстыруымызға болады. Үйіңіз жылдар бойы сізге керемет қызмет етсін десеңіз, сіздің фундаментіңіз дұрыс болу керек. Сол себептен компания Мэрекеға келіп, табысты, тиімді бизнес жүргіземін десеңіз, сіз 100 адамның тізімінен бастаңыз. Мен компания Мэрекеға 20 жыл бұрын келдім. Сол кезде бізде бұндай қосымша құралдар жоқ еді. Но бұның барлығы керек заттар болғандықтан, мен осындай 48 парақтық дәптер алып, өзім қолмен сызып, сол 100 адамның тізімін жасап едім. Міне, 20 жылдан бері табысты болып отырғаным 80% осы 100 адамның тізіміне байланысты деп айтам. Сол себептен сіздер компания Мэрекедің 100 адамның тізімі жұмыс дәптерін сатып алып, жұмыстарыңызды, өз жеке бизнестеріңізді осы дәптермен бастаңыздар деп айтайын деп отыр. Қазір дәптерде не бар? Айтып шығайық. Содан кейін қалай жұмыс істеу керек екенін бір-екі сөзбен айтып шығам. Енді дәптерге келсек, дәптердің ең бірінші бетін ашқан кезде компаниямыздың миссиясы туралы жазылған. Компаниясының миссиясы әйел өмірін жақсарту. Әйел өмірінің жақсы болуына өз септігіңді тигізді. Компания Мэреке 60 жылдан бері әйел өмірлерін жақсартумен шұғылданып келеді. Мен компания Мэрекеде 20 жылдан бері сол компания мүмкіндіктерін пайдалана, әйел өмірлерін жақсы жаққа өзгеруіне өз септігімді тигізіп келеді. Сіз де сол септігіңізді тигізіңіз. Компания Мэрекедің құндылығы алтын қағида. Адам баласы сізге қандай көзқараспен қарасын десеңіз, сіз өзіңіз сондай көзқараспен қарауды үйреніңіз дейді. Риясыз рухы, өнімді сүю, риясыз ешқандай жеке пайданы көздемей, білім мен тәжірибемен бөлісу. Компания Мэрекедің өнімін сату концепциясы. Сатар алдында жағып беру принципі. Бұл өмірде барлығы алу үшін келсе, компания Мэреке 60 жылдан бері бізге айтады. Ең бірінші сен бер, қызметке бар, бөліс, содан кейін нәтижесі ретінде сен аласың деген құндылықтар болады. Дәптерді ашқан кезде ең бірінші сіз Мэреке компаниясы армандардың ақиқатты болатын компаниясына келіп отырсыз. Сол себептен ең бірінші бетіне өз арманыңызды жазыңыз. Сол арманға жету үшін жақын арада жеткізетін мақсатыңызды жазыңыз. Бұл да психология тұрғысынан, мына дәптерді ашқан кезде әрқашан, егер сіз арманыңызды көзіңіздің қиығымен болса да оқып өтіп отырсаңыз, мидағы нейрондар жыбырлау арқылы сіздің арманыңыз ақиқатты болады. Ол дәлелі бар шындық. Одан кейін не жазылған? Компания Мэрекеға өз жеке бизнесін қоюға келген кезде
ебін таппай жатамыз. 20 жыл бұрында мен ойлағам, қалай айтсам болады, қалай дұрыс айтуым керек, қалай ол кісінің қажеттілігіне мен жауап берсем деген сұрақтарды көп алдыма қойған. Ойланғам, не айтуға болады. Қазір мына дәптер арқылы сіздерге дайын мәтіндерді дайындап қойған. Сөйлесу жоспары. Міне, қоңырау шалған кезде не айту туралы тұтас жазылған. Потенциалды клиенттермен жұмыс істеу. Дайын мәтіндер. Қалай қоңырау шалған кезде сөйлесу керек екені. Міне, бірінші мәтін, екінші мәтін. 3П принципі. Қазір мен түсіндіріп айтам, 3П принципі не екенін. Содан кейін, міне, тізімдер басталынады. Тізімнің 4 түрлі тізім бар. Бірінші, сіздің клиентіңіз болып қалуы мүмкін барлық таныстарыңызды жазу тізімі. Міне, тұтас тізімге өзіңіздің таныстарыңызды қазір айтамыз. Сіздің таныстарыңыз кім болуы мүмкін. Екінші, міне, бірнеше беттен кейін, екінші бөлім потенциалды класс иегерлерімен жұмыс істеу. Класс иесі болуды ұсыну. Дайын мәтін. Класс иесі деген, ол сізге классты жасауға, ұйымдастыруға көмектесетін, өзінің өнімін тегін алғысы келетін сіздің досыңыз, сіздің құрбыңыз болуға болады. Яғни оны потенциалды біздің класс иегелерінің тізімі деп айтамыз. Одан кейін жаңағы біреу сенің клиентің болуы мүмкін. Ол өзінің құрбысын, басқалардың телефонын беріп, кімнің қажеттілігіне Мореке өнімі керек екенін беріп отырған адамда рекомендация деп аталынады. Міне, екінші бөлімі рекомендациямен жұмыс істеу. Бұнда да дайын мәтіндер бар. Қалай қоңырау шалғанда әңгімені бастау керек екені бәрі жазылыпты. Үшінші болды ғой. Төртінші, потенциалды бизнес серіктестермен жұмыс істеу. Бұнда да өзінің дайын мәтіні бар. Төрт тізім. Яғни бірінші, менің сүйікті клиенттерім. Екінші, менің класс ұйымдастыру барысындағы көмектесетін класс иесі, немесе менің достым. Үшінші, маған рекомендация берген адамдардың тізімі. Төртінші, менің болашақ бизнес серіктестерім. Мен бірінші күннен бастап менің болашақ серіктестерім жазған болғам. Бұл жерде кімді жазуға болады? Кімге үлкен бағамен сату маған ыңғайсыз дегендерді, яғни өздерімнің әппе сіңлілерімді, өзімнің жақын достарымның атын осыған жазған болғам. Бірге бизнес бастайық. Потому что астыртын бағамен сату маған ят, сен компания Морекейдің мүмкіндігін бірге қолданайық, бір командада болайық деген. Сонымен мына дәптерде 4 түрлі тізім жазуға арналған. Енді тізімді қайдан аламыз? Менің тұтынушыларым кім деген сұраққа жауап берсек, телефоныңызды ашасыз, телефон бойынша бүкіл адамның тізімін жазасыз. Яғни онда кім бар? Менің достарым бар, менің ағайындарым бар, менің құда жекжаттарым бар, менің қазір жұмыс істеп жүрген қыздарым бар, бірге жұмыс істеген, бұрын бірге жұмыс істеген адамдарым бар, менің балаларыммен бірге оқитын ата-аналар бар, менің балаларыммен садикке бірге баратын балалардың ата-аналары бар. Бүкіл тізімді жазып шығасыз. Ешкім туралы жаман ойлаудың қажеті жоқ. Сіз өз ойыңыздың қорытындысысыз. Бәлкім ол адам алмаса да, егер шын ниет, шын пейіліңізбен жазсаңыз, көзге көрінбейтін көмекшілер арқылы, осында қанша адамның тізімін жасаңыз, соншадан сіздің жолыңызға кезігеді. Ол өз тәжірибеммен айтайын. Одан кейін аты жөнін жазғаннан кейін байланыс номерін, мекен жайын, туған күнін жазып қойыңыздар. Туған күнін жазып қойған болады. Тұтас сол өзің клиент деген
есептеп менен бір күні алуы мүмкін деген адамдардың бүкіл жаңағы данныйларын жазып қоясыз. Одан кейін жұмыс орны. Қайда жұмыс істейді? Мектепте мұғалім болса, мектепте істейді. Вахтер болып істесе, вахтер болып істейді. Секретарь болып істесе, секретарь. Қандай жұмыс орны бар, сол туралы да ақпаратты жазып қою керек. Енді 3П принципіне келсек, бизнесті жаңадан бастап жатқан кезде осы 3П принципі өте керек болады. Неге десеңіздер, міне, сіз жаңағы компания Мерекейдің жаңадан өзіңіз бастап жатсыз. Жаңадан өзіңіз қолданып жатқан жаңағы кремді әр күнге барып жағып беріп, егер оның бірінші қаржылық жағдайы өзі бүгінгі күні өнім ала алмайтын адамдарға барып жағып, уақытыңыз тиімді болмайды. Сізде іскерлік, профессионалдық іскерлік әлі тәжірибе жоқ. Сол себептен жеке бизнес қойып жатқан кезде ең бірінші күндері 3П-ға көңіл бөлу, талдау арқылы өте маңызды. Егер сіз өз ойыңыздан өткізіңіз, баратын адамыз, мысалы Айгүлге барамда, мысалы. Оның қаржылық жағдайы бүгінгі күні өнім ала ма? Алатын болса, плюс қойыңыз да барыңыз. Егер бүгінгі күні сізде оның өнім алу мүмкіндігі жоқ қой деген адамға бармайсыз. Списокте тұр. Ертең іскерлік жеке құзыреттілігіңізді, компетенцияңызды көтерген кезде басқа мүмкіндіктер беру үшін барасыз. Ал бизнесті жаңа бастап жатқан кезде жылы дейді. Плюс өзіңіздің ойыңыздан осы алуы мүмкін деген адамдардан бастаңыз. Екінші П. Шешім қабылдау мүмкіндігі. Өзінің жеке ойы, өзі жеке шешім қабылдай ала ма деген сұраққа да жауап беріп көріңіз. Оны да талдаңыз. Егер ол нақты шешім қабылдай алады десеңіз, барыңыз. Жоқ, ол шешім қабылдай алмайды. Ол обязательно күйеуімен ақылдасу керек, шешесімен ақылдасу керек десе, бүгінгі күні сіздің компетенцияңыз жетпейтін болса, бүгін бармаңыз. Үшінші П. Қажеттілігі күтім жасау. Қажеттілігі бар ма? Қаражат мәселесі бар ма деген сұрақты да өзіңіз талдау арқылы плюс минусты қойып, егер бар, күтім жасау қажеттілігі бар десе, онда барып класс жасауға болады. Міне, осындай керемет жұмыс дәптері 100 адамның тізімі. Енді сіздерге түсінікті шығар. 100 адамның тізігі біздің сіздің жеке бизнесіңіздің тиімді, табысты болуына тікелей байланысты. Бүгінгі берген ақпарат сіздің өміріңіздің өзгеруіне жақсы септігін тигізсін. Сау саламатта болайық. Келесі эфирлерде бизнес мерекеде тағы қандай қадамдар жасау керек екенін туралы эфирлер жасап, өздеріңізбен бөлісіп отырамын. Сау саламатта болайық.